Бір қарағанда мандарин, ал ішін ашсаң бәрін таң қалдыратын салат бұл. Бүгін мен сіздерге мерекелік дастарханға арналған керемет пішіні мен сырт келбеті мандаринге ұқсайтын ерекше салатты көрсететін боламын. Алдымен тауықтың төс етін осындай кубик пішінде қылып турап алатын боламыз. Мінекей тауық еттеріміз туралып дайын болды. Келесі кезекте суға піскен жұмыртқаны күштің майда көзінен өткізіп шығатын боламыз. Келесі кезекте картопты да тура сол көзінен өткізіп шығамыз. Суға піскен сәбізді де тура сол көзінен өткізіп шығамыз. Енді тауықтың төс еті, картоп және жұмыртқаны үшеуін үлкенде ыдысқа салып, үстіне шым тұз және 3-4 ас қасықтай майонез салып, жақсылап араластырып біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Қонақтарыңыз бұл салатты көргенде таң қалатыны сөзсіз. Тренд болған салатты міндетті түрде дастарханыңызға жасауды ұмытпаңыз. Енді пищевая пленканы төсеп, осылай күштен өткізілген сәбізді жақсылап бір тегіс қылып жайып алатын боламыз. Ішіне салмасын дөңгелек пішінді қылып, және пищевая пленканы жақсылап дөңгелек пішінді қылып, жан-жағын барлығын тегістеп, осылай қолдың жәрдемімен жоғары қарай тартып, бір келкі қылып, домалақ пішінді қылып жасап алатын боламыз. Менде барлығы 4 шарик шықты, барлығы 4 домалақ пішінді мандарин пайда болды. Мінекей осылай барлығын салып алғанымыздан соң пакетімізді ашып, осылай кез келген ыдыстарыңызға жайғастырып салатын боласыздар. Және де мен осылай шынайы болғанын қаладым. Сол үшін осындай тіс шұқығыштың жәрдемімен ары-бері қылып сызық сызып шықтым. Сол кезде шынайы мандарин секілді болып көрінетін болады сіздің салаттарыңыз. Расында кез келген ас көктермен сәндесеңіздер де болады, немесе үйіңізде мандарин бар болатын болса, сол мандариннің ортасындағы осындай жұлып алып, оны қадап және қасынан 1-2 жапырақтарында салып қойсаңыздар, түрі өте мандаринге қатты ұқсайтын болады. Дәмі деген ерекше салат. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мадина. Менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлауды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Жаңа жыл жақындағанда дастарханға қандай салат қоямыз деп басымыз қатып жатады. Бүгін сіздерге барлық үйден табылатын, рецебі оңай жасалатын керемет нәзік салатпен бөлісетін боламын. Алдымен осылай суға піскен тауық еттерін жақсылап майда бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Кубик қылып турап, видеода көрсетілгендей қылып жасаймыз қыздар. Содан кейін үккіштің жәрдемімен қалған барлық заттарымызды ең кішкентай көзден өткізіп шығамыз. Ең бірінші осындай жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек алып алатын боламыз. Ағын үккіштің майда көзінен жақсылап өткізіп шығатын боламыз. Мінекей жұмыртқаның ағы уызын үккіштің майда көзінен өткізіп шықтым. Осындай болды. Енді келесі кезекте жұмыртқаның сары уызын да өткізіп алатын боламыз. Мінекей содан соң картопты да үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Сырты да өткізіп аламыз. Мінекей барлық ингредиенттер осы. Бізде барлық кез келген үйден табылатын заттар. Және мен арнайы формасы болмаған қыздарға арнайы осы қаймақтың шелегін астын кесіп форма қылып алатын боламыз. Ең астыңғы қабатына тауықтың піскен етін салып аламыз. Жақсылап нығыздап, үстіне майонезді жағып, одан кейін картоп салатын боламыз. Барлығын бір тегіс қылып жасап шығыңыз қыздар. Картоптың үстінен шым тұз сеуіп, басып, үстінен тағы да майонез жағып, майонез жағып болғаннан кейін жұмыртқаның сары уызын салатын боламыз. Сары уызынан кейін тағы да әдеттегі майонезден кейін жұмыртқаның уызын салатын боламыз. Өте нәзік керемет салаттардың бірі. Қыздар, бұл оңай жасалынады, үйдегі бар заттармен, және формасы да өте керемет болады. Сыртынан майонезді жағып, ең соңғы қабатына үккіштен өткізілген сырды қойып шығамыз. Мінекей осымен біздің жаңа жылдық салатымыз дайын болды. Формасына шешіп аламыз. Түрі осындай өте нәзік, әдемі болып шықты қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Каналыма тіркеліңіз. Бір қамырдан 3 түрлі пирог жасауға болатын білдіңіз бе? Қазір көрсетемін. Бүгін біз карамельный, тары және восточный пирогтарын пісіретін боламыз. Қонақ келгенде уақытыңызды үнемдеп, бір қамырдан 3 түрлі пирог жасап. Бұл өте үнемді, оңай және өте тез дайындалатын пирогтардың бірі.
Маңызды жайт барлығы бөлме температурасында болу керек. Алдымен жұмыртқа және қантты осылай вилканың жәрдемімен жақсылап араластырып, үстіне бөлме температурасындағы сары май және қобызғышты салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Сосын үстіне ұнды салып, біркелкі қылып қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолға жабыспайды, өте керемет болып шығады. Артық зат қосудың қажеті жоқ, қыздар. Дәл осы құраммен жасасаңыздар, міндетті түрде сіздерден 3 пирог шығатын болады. Бұл жерде диаметрі менде 24 және 26 диаметрмен 3 түрлі пирог шықты. Дәл осылай дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп, пакетке салып, арнайы тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Бұл қамыр қатамын дегенше біз ортасындағы салмаларын дайындап алатын боламыз. Ең бірінші дайындайтын пирогымыз бұл карамельный пирогы. Қаймақтың үстіне менде дүкендегі қаймақ, жұмыртқа және кукурузный крахмал соны қосып, варенка сгущенкасын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл пирогқа қант қосудың қажеті жоқ, себебі вареная сгущенканың құрамында қант болғандықтан өте тәтті болады. Екінші пирогымыздың салмасына тарыны жақсылап ыстық сүтке бұқтырып алатын боламыз. Содан кейін қаймақтың үстіне қойылған сүт, яғни сгущенканы салып, 2 жұмыртқа, кукурузный крахмал, қантты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл араластырып дайындап алам дегенше бізде тары 2 есе болып піседі, яғни осындай жұмсақ болып. Сосын осыны ситоның жәрдемімен өткізіп алып, жаңағы пирогтың начинкасының үстіне салып, барлығын біркелкі қылып араластырсаңыз, біздің пирогымыз дайын болатын болады. Салмасы мінекей осындай болып шығады. Қатты сұйық емес, қыздар, қорқудың қажеті жоқ. Кукурузный крахмал бұл пирогты қатайтатын болады. Мінекей оған дейін қамырларым да дайын болды. Ең бірінші бұл жерде жайып жатқан қамырым восточный пирогтың қамыры. Бұл жерде 26 диаметр, 24-26 айырмашылық білінбейді, қыздар. Жақсылап барлығын біркелкі қылып жайып, вилканың жәрдемімен осылай тесіп, бортиктерін бәрін реттестіріп алатын боламыз. Неге тары пирогымды құйдым, карамельный пирог және де восточный пирогқа өзіңіз кез келген сухофруктылардың барлығын салып, міндетті түрде три желания сгущенкасын пайдаланыңыздар. Осылай араластырып, барлығын міндетті түрде қызып тұрған духовкада 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде пісіп шықты. Қыздар, ескере кететін жайт, мына қалыбынан, ыдысынан ыстық күйінде мүлде шешпеңіздер. Бөлме температурасында суысын, сосын 1-2 сағат холодильникке қойып алсаңыздар, ортасы да қатып өте керемет болып шығады. Мінекей осылай шет-шеттерін босатып алдым. Енді қазіргі ішіндегі кескендегі түрі қандай болатынын сіздерге көрсететін боламын. Қонақ келгенде уақытыңызды үнемдеп, бір қамырдан осындай 3 түрлі пирог жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Сонымен қатар дастарханыңыз өте керемет болып көрінетін болады, қыздар. Каналым пайдалы, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Мінекей енді разрездердің ішін кесіп көрсететін боламын. Ең алғашқы осы карамельный пирогтың іші осындай болып шығады, өте жұмсақ, әдемі болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Каналымда сіздер үшін түсірген арнайы рецепттер бар. Сонымен қатар келесі видеода қандай рецепт түсіргенімді қалайсыз, оны да комментарияға жазып кетіңіз. Бұл пирогтардың сізге қайсысы өте қатты ұнайды, қайсысын бірінші жегіңіз келеді шаймен бірге, оны да жаза кетіңіз. Сіздердің әр қайсыңыздың пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздермен бірге болған Мадина. Назарларыңызға рахмет.